Қайырлы күн баршаңызға. Біз Гонекс тобы, мен тілші Аяу Майбекна бүгін аудан әкімімен сұхбаттасатын боламыз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сізге қояр сауалдарымыз бар еді, соған жауап бере кетсеңіз. Ең алғашқы сауалым ауданымыздағы маска туралы, яғни бұл індеттен қорғанудың бірде-бір жолы ол біздің бетперде тағып жүруіміз. Алайда біздің ауданда масканың жетіспеушілігі байқалады. Волонтерлар мен тігіншілердің таратып жатқан маскаларды тез сатылымға шығып өтіп кетуде. Ал қарапайым халық масканы қайдан және қалай алуға болады? Өте орынды сұрақ. Енді бүгінгі таңға жалпы өздеріңіз білесіздер, бүкіл дүние жүзінде коронавирус індетіне байланысты көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Соның ішінде біздің елімізде, Қазақстан Республикамызда үкімет тарапынан президентіміздің тапсырмасы бойынша көптеген жұмыстар, шектеу жұмыстары бойынша үлкен жұмыстар атқарылып келе жатыр. Енді маскаға келетін болсақ, бүгінгі таңға біздің аптекаларымыз бастапқы кезде бәрін әкеліп, қазір кейбір жағдайларда уақытта әкеліп үлгермей жатыр. Аудандық әкімдік тарапынан біз қазір өзіміз жергілікті өзіміздің бюджетімізден қаражат бөліп, қазір бірінші партия 3000 маскадай біздің ауданымызға келе жатыр. Осы бір күнде келуге. Ол ең бастысы ғана айтылғандай біздің шекара қызметкерлеріміз бар, медицина қызметкерлеріміз бар, құқық қорғау органдарының тікелей халықпен қызмет атқарып жатқан азаматтарға және өзіміздің ауданымызда халқымызға осы маскаларды біз таратамыз. Бұдан басқа біздің жеке кәсіпкерлеріміз осы жақын арада бәріміз кездесіп, ауданымыздың кәсіпкерлері бар, волонтерларымыз бар, осы маска тігу жұмысын бастап кетті. Қазір біз жергілікті кәсіпкерлерімізге бағанағы айтылған маскалардан бөлек 3000 маска тапсырма бердік. Қазір тігу жұмыстарын бастап кетті. Яғни ол кәсіпкерлеріміз, ауданымыз кәсіпкерлері маскаларды тіккеннен кейін біз біртіндеп ол маскаларды өзіміз олардан сатып алатынбыз. Рахмет. Және келесі сұрақ, бұл масканың бастапқы бағасы 30 теңге болды, ал дәл қазірде бағасы 130 теңгеден асады. Масканың бағасы төмендеуі, масканың бағасы қашан төмендейді? Енді масканың мәселесі оған айтатын болсақ, қазір бүгінгі таңға жалпы бетперделердің қымбатсымауы бойынша құзырлы мекемелер қызметін атқарып келе жатыр. Өздеріңізде әлеуметтік желілерде көріп жүрсіздер, тек қана біздің осы басқа облыстарымызда да осындай спекуляция дейді, бағасын қымбаттатып сатып, халыққа қымбат бағаны көтеру жөнінде жұмыстар жүрген біздің осы бүгінгі қиын жағдайда пайдаланып жүргенде азаматтарымыз бар. Ол азаматтарды біздің күрделі құқық қорғау органдары тексеріп, қазір бұл жұмыстар тоқтатылып жатыр. Енді бүгінгі таңға келетін болсақ, масканың бағасы, бетперденің бағасы біздің ауданымыз бойынша 100-130 теңге тұрады. Жеке қолымызда тігіп жатқан кәсіпкерлерімізде барлық кәсіпкерлердің тігіп жатқан кәсіпкерлеріміз келісіміміз бар. Сол бағадан 130-дан жоғары көтеру мәселесі. Келесі сұрақ, ауданға келіп жатқан адамдар, яғни студенттерден бізге төнетін қауіп бар ма? Ауданымыз бойынша жалпы бір жағынан келгенде біздің Жәнібек ауданының студенттері еліміздің түкпір жерінде үлкен жақсы жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Бұдан басқа жақын шетелдерде, мысалы Ресей Федерациясында, Беларусь Республикасында оқып жатқан біздің балдарымыз бар. Бүгінгі таңға Алматы, Астана қаласынан көптігі осы бүгінгі студенттеріміз сол қаладан келіп жатыр. Бұл біздің студенттеріміз, балдарымыз келгеннен бастап күн сайын тексеріліп, өздерінің анкеталар толтырылып, біздің
медицина саласының қызметкерлері үйлеріне барып, мана температураларын өлшеп, бүгінгі таңда бұл біздің студенттерімізден ондай қорқатын ештеңе де жоқ. Неге десеңіздер, бұлар уақыты, бұл қалалар Астана және Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары жабылмастан бұрын келген оқушыларымыз, біздің студенттеріміз, сондықтан ол балдар барлығы қазір бақылауда отыр. Күнделікті әр округте біздің медициналық қызметкерлер осы студенттеріміз толықтай бақылауда. Сондықтан бұл келген біздің студенттеріміздің ондай қорқатын ешқандай жағдай жоқ. Рахмет. Ал енді азық-түлік бағасына келетін болсақ, өзіміз азық-түлік алмасақ та ата-анамыздан естіп жатамыз қымбаттаған. Азық-түлік бағасы қашан төмендейді? Енді жалпы біздің үкіметімізбен бекіткен 19 түрлі тағамымыз бар. Яғни бұл тағамдардың бағасын жергілікті атқарушы орган толықтай бақылап, бағасын көтермеу жөнінде жұмыстарын міндетті. Яғни біздер аудан әкімдігі осы бағаларды қадағалау. Бүгінгі таңға ең бастысы біздің ауданымызға жалпы әр отбасының үйіне ең бастысы керек бұл нан. Өздеріңіз білесіздер, мына өздеріміздің макарон өнімдеріміз, ет бағасы, секер бағасы деген сияқты, шағыл май деп айтамыз, сол мәселе ең басты күрделі тағамдар. Бүгінгі таңға біздің облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес тұрақтандыру қоры бар, өздеріңіз білесіздер, бұрыннан бар. Сол тұрақтандыру қорынан қазір барлық аудандарға төмен бағамен астық, секер, макарондық тағамдар түрлі, одан бөлек шемішкі шағыл майымыз, сол мәселелер бүгінгі ауданымызға жеткізіліп жатыр. Жергілікті кәсіпкерлер сол жерлерден ең төмен бағамен алып, бізге шамалы өзінің бекітілген бағасы бар, одан аспау керек. Жергілікті алып келген кәсіпкерлер сол барлық ауылдық округтерге біздерге тасып жатыр. Бүгінгі таңға қазір жолда да 15 тоннадай біздің астығымыз жатыр, 2 тонна секеріміз жатыр. Бана айтылғандай шағыл майымыз бәрі жолда келе жатыр. Сондықтан ең бастапқы осы 19 баға, мәселе 19 тағам бойынша біз бағаларымызды ұстап қарап отырмыз. Енді бұрынғы бағадан көтерілген кездер бар, былай айтып өтемін. Бірақ енді ұн бағасына келетін болсақ, үкімет тарапынан бекіткен нормативтік құқықтық актіне сәйкес біз жоғары сортты қадағаламаймыз. Біз бірінші сорттан бастап қадағалаймыз. Біздің ұнымыздың енді қалған бана айтылғандай тұз бар, секер, көкөністеріміз бар деген сияқты ол мәселелеріміз толық қадағалап отырмыз. Сондықтан қазір біздің облыстық тұрақтандыру фондынан бұл тамақтар бөлініп жатыр. Ең басты керектер. Ең бастаған кезегінде өздеріңіз білесіздер, кейбір жерлерде ауылдық округте нан бағасы қымбаттап кетті. Қазір енді мына тұрақтандыру қорынан банағы тағамдар келгеннен кейін, астық келгеннен кейін нанның бағасы қайтадан түсті. Мысалы, кейбір дүкендерімізде 90 теңгеден басталады, 120, 130 теңгеден, мысалы, үлкен дүкендерде. Сондықтан келіп жатыр. Ал енді жалпы неге біздің ауданымыздағы дүкендер мәселесіне келетін болсақ, өздеріңіз көріп отырсыздар, ондай біздің ауданымызда ажиотаж жоқ. Барлық дүкендерде тағамымыз бар, келіп жатыр. Үлкен супермаркетіміз бар, тағы да шағын дүкендеріміз бар. Енді қалған дүкендер, бағанағы айтылғандай киім сататын дүкендер, олар енді жұмыстарын тоқтатты. Бүгінгі таңда ең бастысы біздің халқымыздың бағана айтылғандай уақытымен тамағын бәрін жеткізу осы мәселе. Рахмет. Дәл қазірде көптеген жерлерде карантин жарияланды. Біздің де ауданымызда жарияланды. Бірақ та тәртіпке бағынбайтын адамдар бар. Соларға қандай шаралар, жазалар қолданылады біздің ауданда? Өте орынды сұрақ. Бүгінгі таңға енді бұл осы интервьюінде менің біздің ауданымыздың тұрғындары көреді деп есептеймін. Дұрыс, біздің ауданымыз бойынша кейбір азаматтарымыз әлі бұл індеттің қандай жерге апаратынын түсінбей жүрген азаматтарымыз бар. Кейбір азаматтарымыз кешкі уақытында жүреді. Кейбір жерлерде естейміз, қазір тексеріп жатырмыз, үйлерінде қонақ өткізіп жатқан ауылдық округтерде білеміз, естіп жатырмыз қазір жергілікті полиция қызметкерлері толығымен бұл мәселемен айналысып жатыр. Жалпы карантинге келетін болсақ, бүгінгі түнгі 12-ден бастап барлық біздің Батыс Қазақстан облысының санитар бас санитарымыз тапсырмасы бойынша барлық аудандарда шектеу орнатылды. Яғни бүгінгі түнгі 12-ден бастап біздің Жәнібек ауданы бойынша барлық жолдар жабылды. Бұл жерде тек қана Жәнібек ауданының азаматтары Орал қаласында я басқа қаладан келіп жатқан азаматтар кіре алады.
одан бөлек басқа ел, басқа жердің, басқа ауданның азаматтары біздің Жәнібекте жүргенде адамдар ол біздің ауданымыздан шыға алады. Біздің ауданымыз бойынша бүгін 4 бекет орнатылды. Ол бір бекетіміз Ресей Федерациясына шығатын шекарамызда, екінші бекетіміз Бөкей ордасына Тайғара ауылының тұсындағы шекарамызда, екінші бекетіміз Казталов ауданына шығатын шекарамызда, ал төртінші бекетіміз ол Жақсыбай ауылындағы еңбек, яғни Казталовқа шығатын жолымыз бар. Сол жерде 4 бекет орнатылған, осы бойынша орнатылды. Енді бұдан басқа бүгіннен бастап барлық ауылдық округтерде жалпы тектен-тек көшеде жүру деген мәселе бойынша бүкіл халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ең бастысы көшеде жүру мәселесі қараптандырып жүрмеу керек. Бірінші ол кімге шектеу болмайды. Ол қажетті мекемелер бар. Өздеріңіз білесіздер, біздің электр жүйесімен айналысатын, ауылдың тазалығымен айналысатын, су беретін мекемелеріміз бар. Сол мекеменің қызметкерлері, аудан әкімдігінің, құқық қорғау органдарының азаматтары уақытылы жұмысқа барып келуіне рұқсат болады. Бұдан бөлек азаматтарымызға, жалпы тұрғындарымызға дүкенге баруға 2 километр радиус жерінде дүкенге баруға рұқсат. Ал басқа ары қарай манағы деген сияқты ол мәселелер болмайды. Бұдан басқа денсаулығына байланысты больницаға барған жағдайда өз аяғымен емес, жедел жәрдем машинасын шақыртып, қызметін шақыртып, сол жерден қаралып, сол кісілер мысалға ауруханаға жату керек деген жағдайда сол бойынша мысалға больницаға ауруханаға жеткізіледі. Ал басқа түрде қонаққа барып, бүгіннен бастап, кештен бастап полиция қызметкерлері барлық ауылдық округтерде рейд қойып, көшеде жүрген азаматтардың бәріне де айыппұл салынады. Және де осы 6 сәуірден бастап қашықтан оқыту мәселесі қозғалды. Сіздің оған көзқарасыңыз қандай? Біздің Жәнібек ауданында интернет жүйесі қалыпты ма, осыны оқи ала ма оқушыларымыз? Енді мен мана бірінші сұрағымда да атап өттім. Бұл мәселені қазір шешім қабылданады. Ана айттым ғой, біздің ауданымыз бойынша 15 білім беру ордалары бар, мектептеріміз бар. Соның 5 мектебінде бүгінгі таңға интернет желісімен оқуға мүмкіндігі бар мектептер. Яғни сол ауылдық округте тұратын балаларымыз осы мектеп, осы интернет желісін пайдаланып, алыстан оқуды ұйымдастыра аламыз. Ал қалған 10 округімізде интернет желісі бойынша қиындықтар туғызып отыр. Енді бүгінгі таңға бана айтылғандай, қазір бүгін ертең шешім қабылданады. Балдарымыздың оқу шешім қабылданған жағдайда 30 минутқа дейін күніне 3-4 пән сабағы болады, 4 сабақ. Класста әр бала 2 метр жерде бір-бірінен отыру керек. Мана біздің санитарлық басқарманың бекітілген нұсқасына сәйкес балдарымыз оқиды. Барлық балдарымыз маскамен болу керек. Сондықтан осы мәселе бойынша енді қазір бүгінгі күнге көтеріліп отқан мәселе. Бүгінде де Қазақстан Республикасының білім министрі өзінің брифингінде көптеген мәліметтер берді осы оқу бойынша. Сондықтан барлық шешім қабылданған жағдайда интернеті жоқ мектеп ауылдар мана айтылғандай 30 минуттан қысқартылған сабақтар бойынша мектепке бару керек. Бірақ ол оққан жағдайда әр сағат сайын мектеп полностью класстар, сыныптар түгелімен дезинфекциядан өтеді, тазаланып, сосын ешкім артық мектепке кірмейді. Мектептің ішінде тек қана мектеп директоры мен 2 орынбасары болады, және нақты мана балдарға сабақ беретін мұғалімдер, пән мұғалімдер болады. Басқа ешкім ол жерде болмайды. Сондықтан осындай қазір шешім қабылданып жатыр. Неге десеңіздер, интернет болмағасын енді балдарды оқыту қиынға туғызып тұр. Сондықтан осы мәселе шешілгеннен кейін балдар осылай оқу керек деп қазір есептеп отырмыз. Рахмет, сұхбатымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет.